Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгінгі күні мертік ас деген қазақтың ұмыт болған ырымдарының бір туралы айтқым келіп отыр. Біле жүріңіздер. Мысалы, дана қазағым тылсым дүниені жақсы білген. Әлем мен табиғатпен байланысы жан жануармен өте мықты болған. Сол себептен салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз, тиым сөздер, әртүрлі ырымдардың арғы жағында үлкен тылсым құпия сыр жатыр. Бұл ғасырлар бойы келе жатқан тәжірибеден өткен дүние, ойдан шығарылмаған. Жақсылықтан үміттеніп, келешегіне сену халқымыздың қанына сіңген қасиет дейді бабаларымыз. Ал енді қазіргі таңда қарайтын болсаңыз, ғылымды білімнің дамуына байланысты қазағым ырымдарға сенуден қойды. Кей кезеңдерде ауруларға медицинада көмектесе алмайды. Сол себептен емшілерге, ескі қазақ ырымдарға жүгінуге тура келеді. Бұл рас, ақиқат. Енді мертік ас туралы айтайын. Бір қызығы мертік асты 7, 9, немесе 40 үйден сұрап алған. Бұл не? Түсінікті болу үшін мынандай мысал келтірейін. Бір жас жанұя жол апатына түседі. Бәрі аман есен, тегіс бәрі жақсы. Тек қана артында отырған 6 жасар баласы қолын ғана сындырып алған. Ауруханаға түсіп, аман есен үйіне әкелген кезде әжесіне айтады. Ауылдан 79-ға келген әжесі келеді. Келіп мән-жайды білгеннен кейін келініне былай дейді. 7 үйге кірді, мертік асты жинап әкел дейді. Сұрап ал, ешкімге ренжісі болма дейді. Сонда келіні көз бадырайып түсінбеген кезде енесі түсіндіріп береді. Сенің балаңның амандығы, менің немеренің амандығы деп. Көшеге шыққан келіні қай көршіге білерін білмей, үйінде үлкен ақсақал әжесі бар, сол үйлерге кіріп, мертік ас сұрап келіп едім. Балам осындай жағдайға түсіп еді деген кезде, сол үйдің адамдары мертік асты салып беріп, балаң аман болсын, бір Құдайдың бұйрығымен, бір Алланың жақсылығымен аман есен жүріп кетсін деп жақсы тілеулер әкеледі. Енді бір қызығы, осы мертік асты сол балаға береді. Сонда Алла тағаланың құдіреті сондай, оның жаңағы жазылып кетуіне тез ықпалын салады. Бұны білген туыстарды, үлкен адамдар да келіп, баланың жағдайын біліп, мертік асына келіп, балаға жегізген дейді. Міне қазақтың ырымдарының бірі. Бұнда тылсым құпия сыр жатыр. Бірақ та қазақтың мынандай мақалы бар. Көп түкірсе көл болады дейді. Көп адам жақсы тілеу тілесе, бұл жақсылықтың нышаны.